Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында суши жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен ішіне салатын салмаларын дайындап аламыз. Салмасына кез келген затты салуға болады. Мен авокадо, қияр, тәтті бұрыш, тауық етін салдым. Барлық қоспамызды соломка етіп турап аламыз. Тауық етін тураймыз, және бізге пісірілген күріш керек. Күрішті сәл жабысқақ етіп пісіреміз. Және бізге нори жапырағы керек. Норидың жылтыр жағын сырт жағына қарай қоямыз. Норидың бетіне 3-4 ас қасық күрішімізді салып, толықтай жайғастырып шығамыз. Күрішті жоғары жағына 1 сантиметрдей жіккізбей қалдырамыз. Сушиімізді жинай бастаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп, творожный сырды ұзыннан қойып шығамыз. Сосын үстіне огурецті, тәтті бұрышты, авокадоны және тауық етін қойып шығамыз. Енді видеода көрсетілгендей циновканың көмегімен қысыңқырап, жақсылап орап шығамыз. Жоғарғы жағын сулап шығамыз. Ашық жерлерін сумен тегістеп шығамыз. Енді өткір пышақпен әр сушиді 8 бөлікке бөлеміз. Турамас бұрын пышақты міндетті түрде сулап алу керек. Суши дайын соя тұздығымен ұсынамыз. Жасалу жолы өте оңай, салмасы ретінде кез келген затты салуға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.